Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен корндок рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Жасалуы өте тез, жылдам дайындалады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды салып, тұзымыз бен қантымызды саламыз, араластырамыз. Араластыра отыра сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Ұнымызды аз-аздан салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Бір келкі масса болғанша осылай жақсылап араластырамыз. Қалған ұнын саламыз. Мінекей осылай дайын болды. Сосискаларымның бәрін осылай екіге бөліп алдым. Ол маңызды емес. Осылай бәрін бөліп шығамыз екіге. Міне бөліп алдым. Енді оны ағаш таяқшаларына, яғни шпажкаларға осылай түйрейміз. Барлығын осылай ортасынан түйреп аламыз. Қуыратын ыдыстарыңыз үлкен болса, сосисканы ұзынша күйінде де пісіріп алуға болады. Мен екіге бөліп алдым, қазаным кішкентай болғандықтан. Мінекей бәрін түйреп шықтық. Енді бағана жасап алған қамырымызға ішіне батырып, сковородкама, майыма, қазаныма айналдыра отыра қуырып аламын. Міне осылай салғаннан кейін басында айналдыру керек. Айналдырып отырмасаңыздар, қазанға жабысып, созылып, әдемі болып шықпайды. Басында сарғайғанша кішкене осылай айналдырып отырамыз. Мінекей пісіп шықты. Баршасын осылай пісіреміз. Бұның қамыры жұқа болғандықтан тез піседі. Мінекей корндоктарымыз дайын болды. Қараңыздаршы қалай күшті шыққан. Өте жылдам әрі тез дайын болады. Корей халқының танымал тағамдарының бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Қазір сіздерге қалай піскенін көрсетейін. Ортасын. Мінекей осылай піскен. Тестасы да піседі, ортасын сосискасы. Жұмсақ. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Эльмира.